Балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы ғаламтор желілеріндегі қауіпті сілтемелер. Сілтеме деген не екенін кім біледі? Мен. Қайти, Дарья, сілтеме деген не? Ол телефондағы YouTube сияқты. Тағы да қандай сілтемелер бар? Муслим. Сілтеме деген ол телефондағы TikTok, WhatsApp, Instagram деген сияқты. Жарайды, бұл жауапты да қабылдайық. Тағы да қандай? Үшінші қатар. Қандай ой бар? Сілтеме деген не? Кім біледі? Сілтеме деген не? Айта ойнады. Сілтеме деген телефондағы WhatsApp, TikTok, YouTube деген. Жақсы, отыра қойып. Енді балалар, қараңдар, сілтеме деген орысша айтқанда ссылка деген мағынаны білдіреді. Естіген шығарсыздар, иә? Ата-анамызға немесе өзімізге белгілі бір форматтағы көптеген сандардан немесе әріптерден белгілі бір значоктардан белгілерден тұратын ұзақ жазудың үстін басқан кезде сол жерден сендерге бір арнайы бетке өту керек болады. Осы сілтемелер бізге қалай келеді? Бірінші келеді Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube-дан және Telegram арқылы ең соңғысы кіре ғой. Ең соң қатарға отыр, қайым айтына. Ең басты мұна мессенджерден келеді. Көргендер ма шария? Телефонда бұл, WhatsApp емес бұл. Телефонда сообщение деп тұрады ғой, хабарламалар тізімі. Хабарламалар. Енді қараңдар балалар. Бірінші тұрған қандай значок? Бірінші Instagram, дұрыс айтасыңдар. Және ең соңғысы, ең басты осы сообщение, хабарламалар тізімі яғни. Енді сілтемелер бізге қалай келеді? Қазіргі заманда әртүрлі алаяқтықтар болып жатыр, иә? Біз қауіпсіздік шараларын сақтау үшін сендерге барлығын түсіндіріп өту керекпіз. Ең біріншіден, мысалы біз Каспий.kz-ті қолданамыз, иә? Сендер ата-аналардың Каспийдан ақша шешкен кезде сообщение келетін көріп едіңдер? Иә, көрдік. Бірақ сол келген 4 санды ешкімге айтуға болмайды. Түсінікті ма? Мысалы, ата-анамыздың телефонын ашамыз, WhatsApp-қа сообщение келді, хабарлама келді. Ашқан кезде ішінде бір адам жазыпты. Сәлеметсіз, сіз ұтыс ұтып алдыңыз 500 000 теңге. Осы сілтемеге кірсеңіз, сол жерде сіз ұтып аласыз, аласыз деген сілтеме келсе, ешқашан ашпаймыз. Өйткені ол жаман нәрсе болды. Алдап кетуі мүмкін. Дұрыс айтасыңдар, мошенниктер, алаяқтықтар болуы мүмкін. Бірақ балалар, сендер түсіну керексіңдер. Сілтемені мүлдем ешқашан үлкен адамның көмегінсіз ашуға болмайды. Тіпті сендердің телефондарыңа да келуі мүмкін. Жақын арада маған да келді. Ол жерде маған мынандай хабарлама келген. Сізге Қазпочта не екенін кім біледі? Білесіңдер ой не екенін? Қазпочта деген бір-біріне адамдар посылка салып жүреді, заттар салып жүреді. Заттардың мысалы, Ақтөбеден Астана маған біреу зат салса, мен соны Қазпочта арқылы күтіп аламын. Яғни затты жөнелтетін белгілі бір мекеме екен. Сол Қазпочтадан сообщение келіп тұр. Сәлеметсіз бе ағаң, сізге осындай сыйлық келіп тұр, досыңыздан деген секілді. Осындай сыйлықтар келіп тұр. Мына сілтемеге өтсеңіз, сіздің адресіңіз нақты белгіленбеген, мына сілтемеге өтіп адресіңізді, яғни мекен жайыңызды жазып, сонда ол сыйлықты ала аласыз деген сообщение келіп тұр. Қалай ойлайсыңдар, мен сообщениеге кірдім ба, кірмедім ба? Жоқ. Мен сілтемеге кірген жоқпын. Себебі олар мошенник екенін айдан анық еді. Маған біреу жазған. Иә. Менің мамама жазған. Өзі телефон алып келген 700 теңге 500 деген санда сұрады. Потом ақша көрсетіп тұрасың. Енді мыналарды жеке-жеке жолдап шығайық. Бірінші сұрақ, бұл не? Инстаграмға кім кіріп көрген? Бәріміз кіріп көргенбіз, иә? Инстаграмда сендер мынадай сообщениелер көргенсіңдер ма? Бейне жазбалар, видеолар. 500 000 теңге ұтып алғың келсе, сілтемеге өт. Әртүрлі сыйлықтар алғың келсе, сілтемеге кір. Жаңа жылдық сыйлықтар топтамасы, немесе мысалы Сулпак телевизор ойнатып жатыр деген секілді әртүрлі сообщениелер көргенсіздер ма? Одан бөлек тағы да мына сілтемелер бар. Казиноның сілтемелері
сетелер бар. Пинко, 1xbet, тіпті ютубтан ашқан, оны көрген шығарсыңдар. Олимпиад, бұлардың барлығы казино, яғни азарттық ойындар. Бұл ойындарға ешқашан жолауға болмайды. Сол себепті Инстаграмға кірген кезде көп видеоларға сене бермеңдер, балалар. Ең жақсы сендерге нұсқа тіпті Инстаграмға кірмей қойсыңдар. Себебі қазір жақсы видеолар салынып жатқан жоқ. Білесіңдер, барлығын жаңалықтарды көріп жатсыңдар, әртүрлі видеолар салынып жатыр, олар сендердің психикаларына әсер етеді және сендердің тіпті көңіл күйлеріңді де құртады. Сол себепті Инстаграмға кірмеулеріңе нұсқау беріңіз. Ал келесі бұл не? WhatsApp-қа көреді. Бәрін біліңіздеріңіз, е? WhatsApp-та әртүрлі чаттар бар. WhatsApp-та адамдармен бірге сөйлесіп өйткені олар алыста болса, біз оларға бара алмай қалсақ, WhatsApp-пен сөйлесеміз. Дұрыс айтасың. WhatsApp-та бірінші сөйлесеміз. Жазба арқылы тағы да WhatsApp-та қандай функциялар бар? Айта ғой. Қандай досың номер жоқ болса, жаза аласың. Жоқ, номер бұл міндетті айта қойса бар. Қандай функциялар бар WhatsApp-та? Аудиомен айтады. Аудио, дұрыс айтады. Қандай функциялар достан? Жақында сөйлессең, сөйлесе де болмайды. Сообщение бар. Хабарламаны айттық, дұрыс айтасың. Сұлтан айта ғой. Дұрыс айтады, видео болды. 3 түрлі функциясы бар екен WhatsApp-тың, аудио, яғни сөйлесе аламыз, жаза аламыз және видео арқылы сөйлесе аламыз, WhatsApp-та статус алуға бола ма? Оны кім көреді? Апай, тағы не істеуге болады, өзің сөйлетіңді, түсін. Жағынан. Дұрыс айтасың, статусты бүкіл сенің контактінде бар адамдардың барлығы көре алады. Мысалы, бүгін менің туған күнім болса, мен статусқа бүгін менің туған күнім деп салып қойсам, оны барлығы көреді. WhatsApp-тағы сол адамдар ғана көреді. Айта ғой. Келесі сұранамыз. Айта ғой. Орнынан тұр. Балалар, енді қараңдар. WhatsApp желісінде біз барлығымыз бір-бірімізбен хат алмасамыз. Мен былай айтқан ғой бұрында. Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызды деп. Ахмет Байтұрсынбек кеткен, осы сөзде қазір, осы біздің заманға айтылған сияқты да, алыста тұрған мысалы, тіпті шетелдегі адаммен WhatsApp-пен видеомен сөйлесе аламыз, дұрыс па? Барлығымен WhatsApp-пен сөйлесе аламыз. Себебі бұл тұрған осы 5 платформа, 5 қосымша бүкіл дүние жүзінде тараған. Барлығын тіпті қарап көрсеңдер. Мысалы, YouTube-қа қаншадан тіркелген, миллиардтаған адам тіркелген, Телеграмда да миллиардтаған адам бар. TikTok барсаңыздар осы бесеуі миллиондаған, миллиардтаған бүкіл дүние жүзінде кімнің телефоны бар, сол телефонда бар қосымшалар деп айтамын. Толықтай. Енді WhatsApp-та қандай сообщениелер келуі мүмкін, қандай хабарламалар келуі мүмкін. Біріншіден, жеке мәліметтерге қатысты сілтемелер келуі мүмкін. Мысалы, тура жаңада сенің мекен жайыңды сұрауы мүмкін, немесе қазір мынадай алаяқтық түрлері шығып жатыр. Мысалы, айта ғой. Мошенниктер біреудің тілін алып алады, бізге 10 мың теңге. Дұрыс айтады, осылай кім келген. Айта ғой өсің. Анау біреу звондамаса басқа біреу білмейтін адам соны телефонды алмау керек. Дұрыс айтасың, айта ғой. Апай, менің папам бар да, бірақ папамның түрін алып алғанда мошенник, сосын мен имо деген приложенияда папамның номерін, сосын WhatsApp-тан сол номерді қарағанда ол басқаша номер болды да, мен олар мені сол мошенникті қатты байна біз сендердің үйлеріне кіреміз, қорқытамыз деп қорқытқанбызды білді. Бұл да алаяқтық қырсы, айта ғой. Ол басқа адамның түр әрекетін дауысын өзгерту үшін анандай Жасанды интеллект. жасанды интеллектіні пайдаланады. Мен WhatsApp-та осы сөйтіңдер
заманда жасанды интеллект деген зат бар. Кім күбірледі? Тоқтат күбірді. Тоқтат күбірді. Оқушы қалай отырады? Тыңдаймыз. Қол қой. Қазіргі заманда жасанды интеллект деген зат бар. Ол, мысалы, жасанды интеллектті мен тура осылай тұрған суретін салсам, жасанды интеллект мен сөйлете алады. Менің даусымды жазып алып, Назеркенің даусын апарып қоя салады. Сол сияқты жақын арада мынадай мошенниктің алаяқтықтың түрлері шыға бастады. Менің WhatsApp-ыма менің досымның тура суреті бар, бір адам звондайды, бірақ ол номер сақталмаған. Менің досымда 2 номер бар, мен ол номерлерін білем. Звондайды, Аружан, қалайсың? Маған ақша жетпей тұр, базарда тұр едім, 15.000 теңге салып жіберші деді. Ол мошенник. Мен ойланып қалдым. Неге? Себебі оны подруга универінде отқан, жаңа ғана сөйлескен. Ол кезде екеуміз де универде болдық. Ал ол базардан ақтан шықты деп ойлағам. Жарайды, қазір салып телефонды өшірдім. Сөйтіп, менде локатор бар, айфонда локатор деген зат бар. Бір-біріне тіркеліп қойсаңдар, кімнің қайда екенін көріп отыруға болады, иә? Мен локаторды ашып қарасам, подругам универінде отыр. Сосын жаңа номер қайттан звондадым, өзім подругамның өзіне, құрбыма. Сен қайдасың десем, мен универдемін дейді. Содан кейін барып мен ойландым, мына мошенник екен ғой деп. Тұрдым да, ана номерге ешқандай ақша салған жоқпын, жай ғана черный списокқа салып тастадым, қаратсын. Сол себепті таныс емес номері звондаса ешқашан алмаймыз. Звондаған әкемізге, анамызға, әпкемізге, тәтемізге, ағамызға звондап жатыр ма? Алып барып береміз. Түсінікті ма? WhatsApp-та мошенничествода көбіне ссылка түрінде келеді, және бұған мынадай нәрселер келеді. Балалар 6 сандық кодты сұрауы мүмкін. Айта ғой. Әдетте менің мамама әйтеуір біз өзбектен таныс емес өзбектен видеомен звондаған 6 біз тәтелер. Потом менің мамам мыналар кімдер деп өшіріп тастады, сосын қайттан видео звондап, мамам қайттан алды. Бір басқа өзбектерді үйістіп құттырып отыр, сосын мамам қайттан өшіріп соны болып кетті. Білмеймін әйтеуір не істеген соңғы. Ал бізде екі рет мошенниктер толды. Орнымызда тұрмайды. Екі рет не болды? Мошенниктер толды айтқан ол да бар, бірақ біз қазір ғаламтор желісіндегі сілтемелер туралы айтып жатырмыз. Алаяқтық туралы айта ғой. Бір красный номер звондаса оны алмау керек, ол өтірік ақша, бүкіл ақшаны алған. Бірақ ондай тазат бар балалар. Тура жаңағы айтқандай, Халық банк, Каспий банк, немесе Freedom банк деген секілді әртүрлі банктер бар ғой. Сол банктерден сообщение келсе, ешқашан ашпаймыз. Ешқашан ашпаңдар. Айналарынан бірден апарып беріңдер. Таныс емес номерге ешқашан звондамаймыз. Түсінікті ма? Ешқашан таныс емес номерді, сақталмаған номерді алмаймыз. Көбіне WhatsApp-тағы алаяқтық түрлеріндегі сілтемелерге мынадай нәрселер келеді. Қазір бір приложение кіретін болсаң, ол приложение кіру үшін 6 сандық кодты осы WhatsApp-та жіберетін болады. Егер сендердің WhatsApp-тарыңа артық 6 сандық код келіп тұрса, оны біреу сұраса ешқашан атпаймыз. Мен телефоныма бір рет келді. Келесі. Бұл не? TikTok-та не болады? Не көреміз? Қандай функциялар бар? Аян айта ғой. Айта. Видео TikTok-тың функциялары қандай? Отыра ғой. Айта ғой. Өтіріктен бір магазин алдына телефонмен ақша қойып қояды да, содан бесплатный телефон деп соны алып кетеді. Сосын сол жаққа барады да, адамдар сатып алады да, ол жаққа өте қатты қымбаттарға сатады. Қайсар айта ғой. TikTok-та біз не көреміз қайса? TikTok-тан біз әр нәрсе көреміз. Бірақ көп көруге болмайды. Әйтпесе миым жыбырлайды. Миымыз ойламайды, басымыз ауырып кетеді, иә? Тағы да кім қандай ой бар? Сөйлемеген оқушылар. Жоқ, отыр, Аңсар айта ғой. TikTok-тан не көреміз? Тұра ғой, Аңсар. TikTok көреміз бе? Тұр өңір. Қандай видеолар көреміз TikTok-тан? Күшті видеолар көреміз, ба? Саған ешқандай
Azan telefonda aytып берди го. Azan telefonду бербесиз. Апайчан, кандай муйт? Ayta, hozir. TikTok'tan кейбіреулер видео түсіріп олар ақша табады. Апайчан, TikTok'ta бір адамдар болады, ойынына отырады, содан 500 теңге ұтып алдым дейді, потом сол ойынды таптың істесең, ұтып қалсаң 500 700 теңгеңді алып алады. Казино. Айтам. Hozir o'tirib aytam. Ана видео көріп отқан кезде Сөз. болса, Иә. астындағы бір нәрсе тұрады да сосын соған басады да соған кіреді де сосын сол ойынды ойнайды. Иә, айтам. TikTok'ta al. TikTok'тағы беттерді қояды. Иә, айтам. TikTok'та еще анауне Андре деген ойын шыққан. Сол кезде оны барлығы ойнап тұрып, синекит болған. Сол жерде қыздардың барлығы пакет болған терезеден секіріп көшеде. Синекит қазір o'tirib oldi aytam. Aytayын. Сөз. TikTok'қа сенуге болмайды, өйткені ол адамды өлтіру үшін. Енді TikTok'ta o'tirish uchun deb aytу kichkina qate bo'ladi, biroq TikTok'ning negizgi funksiyasining biri ол videolarni салу. Ya'ni biz o'zimiz TikTok'da qiziqli videolar bardaq salamiz. O'zimiz turgan qiziqli videolar salamiz. O'sha yerdan har turli o'zimizga qajibli kinolarni da topuga bo'ladi, qiziqli trendlarni topuga bo'ladi. To'g'ri solay o'zimizga qajibli topib bo'ladi. Biroq negizgi TikTok'ning negizgi funksiyasi ол video tushirib, video montajlash. Ол сол үшін ғана қажет. Енді бұл жерде бірінші айтатын нәрсе ол Алиярдың айтқаны. Яғни әртүрлі ойындар үшін жаңа айтып кеткендей 700 мың теңге ұтып аласыз, 50 мың теңге ұтып аласыз деп подробныйны басын сообщение ешқашан баспаймыз. Олар қауіпті сілтемелер болып ойынға кіріп кетесің, бірақ ол ойынға кірмей қойыңдар. Баспаңдар. Ешқашан баспаңдар. Себебі сендер аналарының счетынан ақша шешіп алыңдар. Жоқ, ештеңе енгізбейміз. Енді келесі тыныштал. Айсездің айтқаны бойынша. Бір жылдары бізде бір ойын пайда болған. Мен мектеп оқып жүрген кезде. 8-9 не помню, есімде жоқ. Сол кездері бізге осындай сілтемелер келген. Ол кезде бізде ВК дейтін бар тұғын. ВКонтакте деген көргенсіңдер ма? ВКонтакте дейтін зат бар еді. Сол ВКонтактеде синекит сияқты бір сообщение келетін болды бізге, хабарлама. Ол сілтемені ашқан кезде ішінде бір ойын шығатын. Түсініксіз ойын. Бірақ мен ол ойынға бір кіріп көрмеген. Бірақ біздің ауылдан бір бала ғана кіріп, қолына ойып, мына жерде киттің суретін салып алғанын біледі. Синекит туралы. Сол нәрсе кейінірек тағы да шыға бастады. Ол жерде неге сурет салып, ол неге мына жеріне салды деп ойлайсыңдар, себебі мынадай болған. Ол ойын ойнап отырады, сол ойыннан ұтылып қалған кезде айтқан ғой, мен сенің адресіңнің барлығын білемін, мен сені жаңағыдай қорқытады, үй ішіңе кесірім тигізем, сенің үйіңе үйтіп кетем, бүйтіп кетем, ата-анаңа тиісем, саған тиісем деген секілді. Ол кішкентай бала, енді біздің қатарында болды ғой. Сол 8-9 сынып оқитын бала қорқып кеткен да, қолына киттің суретін салып алған еді. Кәдімгідей пышақпен кесіп қанады. Күшті деп ойлайсыңдар ма сол? Былай айтқанда, ең жаман нәрсе. Сол кездері естеріңде болсын, ешқашан ойынға, өздеріңе керек емес жерге адрестеріңді, мекен-жайларыңды, номерлеріңді тіпті жазбаңдар. Көшеде бейтаныс адам кетіп бара жатса, номерлеріңді, мекен-жайларыңды айтпаңдар. Түсінікті ма? Мекен-жайды тек қана өздерің білу керексіңдер. Соны айтайын, барлығымыз мекен-жайымызды білеміз ба? Ата-анамыз номерін жатқа білеміз ба? Жаттап жүреміз, жақсы ма? Жоқ, жаттамадым. Одан кейін үйіміздің айналасында қандай магазин бар екенін білеміз ба? Адасып қалды. Абай. Ондай сұрағанша білеміз ба деді? Апай,
Мен YouTube'ға ғана кірген ғой. Қазір YouTube туралы айтамыз, ау айтайын. Болды, білем. Айтайын осы. Анау TikTok'та анау бір поделиться басса ол жақта 3 точка тұрады, соны басса бүйтіп істесе бір нәрсе, бір слайм ба сияқты шығады. Поделиться дегенде сол бойынша сілтеме деген, мысалы, сендер тұрып TikTok'та поделиться етесіңдер ғой. Поделиться дегенде сендер WhatsApp'қа сол нәрсені жіберетіңдер, ол сілтеме болып барады. Айтамын. Мен істеп қойген оқиғам істеп бұрында заманда бір бабка грейни деген болды. Содан қыздар деген көріп екі қыз солай қолына бір витаминді таяқ болса сөйтіп ұстап алып солай ойнаған ғой. Ол біреуден тығылып жүреді ғой. Енді келесі бұл не? YouTube. Енді жоқ, тоқта. Үшінші қатары. YouTube'тың қандай функциялары бар? YouTube'тан біз не істейміз? Айтуға беріңіз. YouTube-де бізде казино айту мүмкін. Жалпы YouTube'тан біз видео көреміз, ол жерде тіпті казино шығып қалуы мүмкін. Айтуға алла. Сөз қылған. YouTube'да қызықты мультиктер шығады. Дұрыс айтады, қызықты мультиктер шығады. Тағы не көреміз YouTube'та? Кәйті YouTube көресіңдер ме барықта? Адырақ YouTube көреміз бе? Апай, мен көремін. Білден? Айда YouTube көресің бе? Не көресің? Тұрып айт көріне. Тіке тұрып. Тіке тұр. Тіке тұр. Не көресің? Қандай видеолар көресің? Отыр. Айта. Қызықты видеолар жаңалық кино мультфильм. Ерке айта ғой. YouTube көресің бе? Мультиктер көреміз, Тағы да сөйлемеген. Кім бар? Ай, YouTube көреміз бе? Отыра бер. Қандай YouTube'тан не көреміз? YouTube'дан қызықты видеолар көремін. YouTube'дан қызықты видеолар көреміз. Дұрыс айтасың. Қайсы айта ғой? Мен YouTube'дан YouTube көремін. Видеода қызық. Отыра бер. Енді қараңдар. Отыр, қол түсір. YouTube'дан видео көреміз бе? Мультфильм көреміз бе? Кино көреміз бе? Әртүрлі музыка арқылы әртүрлі билер көре аламыз ба? Тағы да тамақтың рецепттері көре аламыз ба? Мысалы, табиғат туралы әртүрлі нәрсе біле аламыз ба? Бәрін көре аламыз. Тоқтаңдар. Енді қараңдар. Осы YouTube'да бір күнде 15 мыңнан аса видео салынады. 15 мың? 15 мыңнан аса видео салынады. Сонда YouTube'да ойландар. Ол YouTube ашылғаннан қанша жыл болды және күніне 15 мыңнан қанша видео? YouTube'да балалар пайдалы жағын алып біледі. Жақсы ма? YouTube'да да алаяқтық сілтемелері бар. Алаяқтық сілтемелері өте көп. Пинко дейтін бар, казинолар бар, әртүрлі, пинато бар, один эксперт бар. Ешқайсын ашпаймыз. YouTube'da мен көзетімді мобик сөзім. Отыз YouTube көзетім, Бұл тоқтат. YouTube'дағы сілтемелер туралы түсінікті ма? Бұл не? Телеграмда не істейміз? Отыр. Сөйлеме, отыр. Райза, Телеграм деген не екенін білеміз бе? Мен де білем. Телеграм не екенін білеміз бе, Асия? Асия, Телеграм не екенін білеміз бе? Әде айта ғой. Телеграм деген WhatsApp сияқты. Телеграм WhatsApp сияқты. YouTube'ға билет түссе, Телеграмға билет WhatsApp деген. Айта ғой. Апай, Телеграмда
Иә. Бала енді тыңдайды. Телеграмда да көп алаяқтықтар болады. Мысалы, гигабайт сату, мегабайт сату дейтін группалар көргенсіздер ма? Кейбіреулер бар, сондай группалар ашып өтірік деп өтетін. Ешқашан онлайн жүрден ешқашан зат сата алмаймыз, жақсы ма? Көп адамдар солай алданып қалады. Ешқашан артық сілтеме ашпаймыз. Мен сендерге басты түсіндіріп міндетім, ешқашан бейтаныс нөмірді алмаймыз, бейтаныс сілтемелерді ешқашан ашпаймыз. Және Әке анамыздың телефонын рұқсатсыз алмаймыз. Біз жағдаятты шешу ойын ойнаймыз. Сөз. Мұғалім алдаймын. Söz. Қарайдар. Саяның WhatsApp желісіне бір хабарлама келді. Ол хабарламада белгісіз бір сілтеме тұрды. Ол не істерін білмей тұрып қалды. Ары қарай не болуы мүмкін? Сілтемені басады. Мерасы. Дұрыс айтады, сілтемеге кірмейді. Дұрыс айтады, және өшіріп тастау керек сілтемені. Келесі. Сілтемеге кірмейміз, өшіріп тастаймыз. Дұрыс айтады. Арманның әкесіне келген хабарламаның барлығын оқып шықты дейді. Қараңдар. Арман әкесінің телефонына келген хабарламаның барлығын оқып шықты. Арманның бұл тірлігі дұрыс па? Дұрыс емес. Әкесі кіріп қалды. Әкесі оған оспай, жай дауыспен ғана балам, бұлай жасама деп айтты. Әкесі неге олай айтты? Қалай ойлайсыңдар? Апа, өйткені баласы оқып алса бүгін әкесінің бәрін айтпайды. Қалай сөйлеседі, қалай оған папасы істейді. Мақұл, мүмкін дұрыс айтамын. Қазір. Папам достары биыл заңдасаса, ана қазір берем деп болады. Иә, отырайын, айтайын. Еще негізінде балаларға ұрысуға болмайды, балаларға. Иә. Апай, Айсыз айтайын, қазір. ол жерде еще әкесімен достық сиясындердің баласы бәрі. Дұрыс айтады. Дәрия. Ол жерде Алдырай. үлкендердің телефонын қарап істегенде, сөйтіп кішкентай балалар соны басып түртіргенде, сол телефонын үлкен кімнің телефонын соған бергенде, сол телефонға мен сен үйіне келем, оқытам деп сөйтіп келеді да, сосын олардың олар үйлерінен Қорқу мүмкін. қорқып, сосын оны кім істеді дегенде, ол айтпаса, оларды қатты қорқытып, олар қатты қорқады. Иә, отырайын. Ау, келесі кеттік. Демек, қараңдар, ешқашан әке анамыздың телефонын алып, олардың жеке сообщениелерін, хабарламаларын оқымаймыз. Түсінікті ма? Әке анамыздың телефонын рұқсатсыз аламыз ба? Енді алмаймыз. Келген сообщениені ешқашан ашып оқымаймыз. Ол рұқсатсыз, тәрбиесіз кешір. Келесі. Мен WhatsApp-қа достарыммен сөйлесем, бірақ қайтып өсіп қоямын. Бірақ мамасы ұсағынан Söz tығыр. Демек, бұдан кейін біз ешкімнің телефонын рұқсатсыз алмаймыз. Söz. Ал, келесі кеттік. Ау, жоқ. Қараңдар, Ержанның анасына телефонда хабарлама келді. Ол телефонын ашып хабарламаны оқи бастады. Ержанның әрекеті дұрыс па? Жоқ. Не себепті? Ja, ол бейтаныс адам. Келесі, айым әкесінің телефонын ойнап отыр еді. Бөтен таныс емес номер хабарласты. Ол телефонды көтеріп жауап берді.
Ол телефонды көтеріп жауап беріп қойды. Бұл әрекеті дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес. Өйткені анау әкесі осы баласын біледі, бірақ та сөйлесуге болмайды. Я, енді келесі. Нұржан Инстаграм желісінде отырып көп ақша табуға болады деген видеоны қарап қалды. Ол сілтеме арқылы кіріп еді, түсініксіз сайт ашылды. Бұл жағдайда Нұржан не істеу керек? Жай ғана шығып кету керек. Неге ссылканы өшіріп тұрады? Ондай видеоларға қайтадан ондай нәрсеге бала істемейміз, жақсы ма? Бұл өмірде ешқашан таза еңбексіз адал жолмен ғана ақша келеді. Қараңдар. Бірде Аяжанға бейтаныс адам хабарласты. Оған банкте хабарласқанын айтып, келген хабарламада 4 санды айтуын сұрады. Айжан 4 санды айтқан сол еді, оның бүкіл мәліметтері алаяқтардың қолына түсті. Аяжанның бұл әрекеті дұрыс па? Жоқ. Ол 4 санды айтпау керек еді. Бұдан кейін 4 сан келсе не істейміз? Ешкімге айтпаймыз. Егер бірден 4 сан бізге сообщение болып келіп жатса, WhatsApp-та немесе банктен, әртүрлі сайттардан ешкімге айтпаймыз. Ол 4 сан қаяқтан келеді? Мессенджерден, яғни сообщениеде келіп тұрады. 4 сан қай жерден шығады? TikTok, Instagram'dan. TikTok, Instagram'dan мүмкін, е? YouTube. Балалар түсінікті ма сендерге? Ал енді, бүгінгі сабағымыздың қорытындысы бойынша бір ауыз сөзден ғана айтып шығамыз. Мысалы, бірінші мен айтамын. Сілтемелерге ешқашан кірмеу керек. Тағы да қандай сөздер бар? Айтай алға, бір ауыз. Сілтемені оқуға болмайды. Тағы да бір ауыз, тезірек қана. ойындарға кір десе кірмеу керек. Дұрыс айтады, ойындарға кірмеу керек. Дария. Сілтемеге жауап бермеу керек. Сілтемеге жауап бермеу. Муслим. Бір қызық номер звондаса оны алмау. Танысыңыз номер звондаса алмаймыз. Сенің звондаса алмау керек. Дұрыс айтады, заңға. Дұрыс айтады, заңға айта ғой. Әкенің номеріне бір сайт келсе Ашпа. алмау керек. Дұрыс айтады. Отыз сұрағын айта ғой. Я, номерді ешкімге бермеу керек. Әсия айта ғой. Сөз. Сілтемедегі ойындарды ойнамау керек. Дұрыс айтады, көп ақша табуға тез сенбейміз, е? Біреумен айта ғой. Сілтемені оқуға болмайды. Сілтемені ашуға болмайды деп айтамыз. Дастан айта ғой. Дұрыс айтады, сабыр айта ғой. Өзіңе таныс емес заттарға тиіспеу керек. Дұрыс айтады, айсыз айта ғой. Дәл айта ғой. Дұрыс айтады, қорытынды айтпау керек. Айта ғой. Сөз. Дұрыс айтады, рас айта ғой. Дұрыс айтады, TikTok'та жаман видео түсіру ғой. Айта ғой biraz. Дұрыс айтады, казиноға ақша табуға кіремесе, ондай видеоға ешқашан кірмейміз. Елге қандай ой бар, айта ғой. Бүгін сабақта не түсіндік? Абдырахим, бүгін сабақта не түсіндік? Айдана, не түсіндік бүгін сабақта? Айта ғой, не туралы айтайын? Қайын, Мусин Сафа, бүгін не түсіндік сабақтан? Айта ғой, не түсіндік бүгін сабақтан? Нұрислам, айта ғой, не түсіндік бүгін сабақтан? Не түсіндік бүгін сабақтан? Айта ғой, айта. Дұрыс айтады, айта. Я, қандай сөйлерді алмаймыз, видеосын алмаймыз, айта ғой. Басқа номерлар болса, ойыннан удалить етіп тастау керек. Танысыңыз номерлер удалить етіп